Саламатсыздар ма? Тараканға дезинфекция жасалды. Міне уже өліп жатыр. Бұлар дәріге түскендері, дәріге түспей тығылып жатқандары бір сутканың ішінде шығады. Міне өліп жатыр. Мынандай коробкалардың ішінде өмір сүреді. Бұлар осы коробкалар шифонердің шкафтың төбесінде болды. Мына коробканың бәрінде таракандар болды, бәрі қашып кетті. Және микроволновканың ішінде өмір сүреді. Міне, осы микроволновканың ішінде өмір сүреді. Оны осылай тесіктерімен дәрілейміз. Сонда өледі. Ол микроволновкаға ешқандай зиян болмайды. Міне таракан. Іштеріндегі таракандар шығып жатыр. Тығылатын орын іздеп жүр. Және мына шкафтардың бәрін қимылдатып дәрілейміз. Міне қуады өзімен өзі. Міне жан-жаққа қашып жатқандары. Холодильникке жасалған, қай жерге дәрі тимеген сол жерге барып өледі. Өледі негізі. Дәрі тисе болды. Жан-жаққа қашып жүріп өледі. Міне мыналар сразу бірден дәріге түскен кезде бірінші дәрілеудің басында осылай неге дәріге тиген, және бұлар сразу өліп болған. Мынау кухняның жанында тұр. Кухняның төбесінде де болды. Төбесінен, анау төбесіне шығып құйған кезде олар бұлай қарай жан-жаққа қашып, жан-жақта қашып жүр. Осылай өледі. Солар сол үшін дәрілеп болғаннан кейін бір суткаға үйден кету керек. Мынау бәрі жатыр. Бұларды примусқа қарай шашқанбыз. Примустардың іштеріне кіріп жұмыртқалайды. Сосын примустар дәріленеді. Кейін олар өздері мына жаққа шығып сыртына шығып өледі. Мынандай заттардың бәрі қимылдау керек. Шкафтың дәрілегенде осы бетін ғана дәрілей саламыз біз. Осы жерлерін ғана былай көреміз да, осы жерлерге дәрілер қоямыз. Болды. Ал бұлар бұл бетінде өмір сүрмейді, артында өмір сүреді. Міне шкаф бәрін теріс қарап тастағанбыз. Олар осындай шкафтың артында өмір сүреді. Артындағы примусқа жұмыртқалайды. Сосын бөлмеден бөлмеге вентиляцион, трубалар бар ғой, квартирадан квартираға өтетін, сол жақтан бізге қарай басқа бөлмеден бөлмеге өтеді. Және мына кафельдердің астыларын жауып қойған екен. Көбісінде осындай квартираның кафельдің асты ашық болады. Ол сол астына тығылады. Сол кезде үлкен проблема. Ол жағдайда дәрілеп болғаннан кейін ондай жерлерді жауып тастау керек. Міне астын бәрін дәріледік. Біреусі қақтастаны. Розеткада біреу кетіп бара жатыр өліп. Өте көп болған жоқ. Бұл кісілерді өздері әртүрлі дәрілер алып дәрілеген екен. Осы шкафтардың артында жүреді. Бұлардың өмірлері, таракандардың өмірлері осы менің артында өсіп өлбейді деген сөз. Солай көбейеді. Шкафтардың арттарында көбейеді. Ішінде емес, артында емес. Ішінде ар жақтағы тамақ болмаған кезде келеді. Оларға асылды тамақ керек емес. Газда тамақ пісіріп жатқан кезде май шашырайды ғой. Сол шашыраған майдың өзі тамақ жетеді. Ол өзінен де кішкентай болса, оған қай бір тамақ керек? Асқазаны мынандай кішкентай ғана шығар. Бір кішкене майдың, тамған майды жесе де, соның өзі оларға тамақ. Қаншалықты таза тұрсақ та бәрібір сондай болады. Міне дәрілеу барысы осылай болды. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Және бөлісіңіздер. Жақсы болушы еді. Қазақ тіліндегі ақпаратыңызды қолдап жүріңіздер. Қандағы таракан жайындағы сұрақтарыңыз болса, басқа жәндіктер жайында сұрақтарыңыз болса, WhatsApp-қа номерге жазыңыздар. Номеріміз 8778 257 61 11.